Амансыздар ма, құрметті оқырмандар? Каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тіл каналының дамуына үлес қосып, тіркеліп жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Шаңырақтарыңыз берекелі болсын. Бай емеспін, байлыққа қызық бағам. Құдай өзі береді үзіп маған. Өмір сынды шеті жоқ дарияда, ескексіз қайықпен мен жүзіп барам. Қайығым толқын менен шайқалады, кей кезде толқын тынып жай табады. Байлығын ана өмірге апарам деп, айтыңдаршы қай пенде айталады. Байлығың ата-анаң, бауырларың, денің сау боп ешқашан ауырмағын. Міне сонда сен мықты бай боласың, аман есен жүрсе егер бауырларың. Ар намысың, ұятың, иманыңда, ол сенің осы өмірде жиғаныңда. Байлығың өлшенбейді ақшаменен, байлығың адал жүрек иманыңда. Бәріміз бір адамның баласымыз, жігіттер бір-біріңе қарасыңыз. Өмір деген 5 күндік кетер өтіп, атаң барған орынға барасыңыз. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. 5 дұшпаның білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рахым ойлап қой. 5 асыл іс көнсеңіз. Дүние бір қисық жол бұраңдаған, бақ тайса ерге дәулет құралмаған. Күніне 99 бәле көрсең, сонда да күдер үзбе бір Алладан. Ата-бабамыздан қалған 5 насихат. Орынсыз өтірік айтпа, өтірік несібеңді жеп қояды. Ішімдік ішпе, ішімдік сауапты жеп қояды. Басыма іс түсті деп қайғырма, қайғы өмірді жеп қояды. Садақа бер, садақа бәлені жеп қояды. Әр нәрсеге қанағат ет, қанағат күнәні жеп қояды. Шекспир айтыпты: мен өзімді үнемі бақытты сезінемін. Неге екенін білесің бе? Өйткені мен ешкімнен ештеңе күтпеймін. Күту деген әрдайым қайғы шектіреді. Ал өмір қамшының сабындай қысқа. Сондықтан өз өміріңді бағала. Бақытты бол, күлімде. Бір нәрсе айтпас бұрын тыңдап ал. Бір нәрсе жазбас бұрын ойлан. Ақша шашпас бұрын маңдай теріңді төк. Дұға жасамас бұрын риясыз кешір. Өзгеге қиянат жасамас бұрын оны өзің сезін. Басқа жанды жек көру үшін алдымен сүй. Ажал құшар алдында өмір сүр.